Ассаламу алейкум, құрметті достар, бауырлар. Бүгін 2024 жылдың бүгін соңғы күні. Биыл Аллаға шүкір 24 жыл біздер үшін жақсы жыл болды. Осы мал жөнінде бірталай алға қойған мақсаттарымызға жеттік. Әсте істеріміз оңынан келіп жатыр. 2024-ке ешқандай неолымыз жоқ, ренішіміз жоқ. Өте жақсы жыл болды. Мынау барлықтарыңызды келе жатқан 2025 жыл барлықтарыңызға құтты болсын, берекелі болсын. Жаңа жылда табысты болыңыздар, арман мақсаттарыңызға жетіңіздер. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда қуаныш болсын. Міне достар, мына бүгінгі осы видеоролигіміз бұзау жөнінде болады. Мына бұзауға бүгін 8-ші күн. Бүгін 8-ші күн. 23 желтоқсанда туылды бұл. Бүгін 8-ші күн. Бұзау туылған бойдан ең бірінші бұл туылу алды. Біздер жәрдем бердік. Туылды. Туылғаннан кейін бұл бұзау өзінің салмағының 10%-ын уыз ішу керек. Мәселен, мынада мысалы 20 килограмм болып туылса 2 литр уыз ішу керек. Ол 1 сағаттың ішінде ішу керек 2 литр уызды. Мысалы 25 килограмм болса 2,5 литр уыз ішу керек. Бұны зорлап ішкізу керек. Болмаса әдейі воронкілер бар. Аузын былай ашып тұрып, өңешіменен асқазанына тығып, осы әдейі ол ветаптекаларда сатады. Сонымен ішіне әсте құю керек. Ол өте маңызды осы. Сосын 1 сағаттың ішінде уызын ішті, сонан кейін 4 сағаттан кейін әйтеуір қанша бар, 1,5 литр бола ма, және ішкізу керек. Осы нәрсе ең маңыздысы. Сонан кейін бұзауды біздер уже не істедік? Қазір бұл бір күнде 6 литр сүт ішіп тұр. Таңертең 3 литр сүт, кешқұрын 3 литр сүт ішіп тұр. Тұрған жері мінекей құрғақ. Мынаны қазір тазалап тастаймыз. Мына жерге салып қойғанбыз, осы жерде жатады. Сосын мінекей бізде бірден құрғақ шөп, құрғақ таза шөп. Сосын мынандай жем бар мінекей достар. Бұл жемнің құрамында сұлы, азғантай. Сосын мынандай мінекей гранула. Мынандай витаминдер бар. Осы мына грануланың құрамында ұнталған соя, арпа, бидай, сосын керекті витамин бар. Витаминдер бар. Сосын міне біздерде де арпа, бидай ұнталған. Сосын кіттай мынандай жымиық береміз. Сосын жүгері беру керек. Ұмтамай беру керек жүгеріні, мына сосын сұлыны. Бұлардың асқазаны осыны қуыртып жібереді. Осыны бірінші күннен аузына кішкентайдан тығып үйрету керек. Бұл зиян емес, ештеңе қылмайды. Азғантай мөлшерден берілсе. Сосын міндетті түрде міне тұз тұрады. Бұл тұз әдейі тұз. Аралдық емес. Әдейі осындай бұзауларға. Сосын су тұрады. Шөп, жем, су, тұз. Міндетті түрде бірінші күннен ақ бере берсеңіздер болады. Міне достар. Осындай қылып өсіреміз. Сосын
Мына бізге сүтті біз өңдейміз. 1 литр сүтіміз, оны ірімшік қылып, қаймақ қылып, обраткісінен бринза қылып, құрт қылып істегенде бізге 1 литр сүт 650-700 теңгеге дейін шығады обработка жасағанда, өңдейіп сатқанда. Сол үшін бізге сүт өте қымбат. Оны бұзауға бергеннен сатқанымыз тиімді. Бірақ біздер мына бұзауды да мықты қылып, денін сау қылып, ірі қылып өсіруіміз керек. Сол үшін осындай витаминдерді міне бұзауға керекті витаминдерді үйретеміз. Бұзауға 3 айдан кейін 100 күн, даже 80 күннің ішінде бұзауды сүттен шығарып жіберіп, сүттің бойындағы бұзауға керекті дәрумендерді жем арқылы берсе болады. Ол үшін бірақ бұзау бір күнде 1,5 килограмм жем жеу керек міндетті түрде. Егер одан аз болса, ол керекті дәрумендерді ол ала алмайды. Сол үшін бұзау не болып қалады? Әлсіз болып, әлжуаз болып өсіп қалады, достар. Сол үшін міндетті түрде бұл жем жеу керек. Жемнің құрамына керекті өздерінің витаминін береміз. Сосын бұзау әрмен қарай өсіп кетеді. Сосын ар жағына уже көкке шығады. Көкке шыққаннан кейін бұны деген анасынан айырып тастағаннан кейін, бұны анасымен бірге өріске айдап жаямыз. Егер қазір бұны сүттен айырмасақ, ертең анасына қосқанда ол анасын енесін еміп, сосын ешқандай бізге сүт қалдырмайды. Қазірден бұны алып тастасақ, оған дейін көкке шығам дегенше осы жем арқылы өсірсек, ертең ар жақта барып шөбін жейді. Көк шөп деген өздеріңіз білесіздер, мына бұзауға өте пайдалы. Құрамында керек дәрумендер барлығы бар. Уже ар жағында бұзау әдемі болып өсіп кетеді, көкке жетіп алса болды. Міне достар, енді маңызды осы нәрселер айтайын деген бұзау жөнінде. Бұзау жөнінде осылар. Қорықпай, кіттай-кіттайдан аузына тығып, кішкентай қолдың ұшымен бірінші күндері 10, мүмкін 15 күнге дейін кіттай-кіттайдан тығып, жегізіп үйрету керек. Ертең және әдейі корымдар бар, былтыр бергенбіз. Ол да шетелдің жемі, ол да жақсы. Былтырғы видеоларымда бар, қалай бергеніміз. Соны да алып келеміз. Бұзау жақсы, ауырып жүрген жоқ, ойнақтап секіріп жүр, жақсы өсіп келе жатыр. Көз тілден аулақ болсын. Қазір мұнаны қалай берем көрейік қане. Таңертең бергенмін. Әр осындай 2 сағат, 2,5 сағатта беріп тұрамын. Не достар, аузына азғантай салдым. Көрдіңіз ба? Өстіп. Жеп қазір мына жемнің дәмін алады. Жемнің дәмін алғаннан кейін қарын тоқ болады, сосын өзі әсте келіп жақындап жетім болады. Мінекей, бұны үйрету керек. Әстеден үйрету керек. Қолға былай аламыз. Мінекей, қолдың ұшына ғана. Енді мынаны ұстап тұру керек. Өстіп жейді. Кіттай-кіттайдан толтырып, көп салып, керек емес. Кіттай-кіттайдан үйрету. Маңыздысы бұл бұзауға үйрету. Бір кішкентай үйреніп алса, шамалы өскен сайын ертең 15-20 күнде өзі
жеп тұрады. Сосын алдына өйстіп қойып қоямыз, ана басып кетпейтін жерге, мына жерге бүйтіп. Өзі қалаған кезінде қарны ашқанда тұрады. Жемін жейді, суын ішеді, тұзын жалайды. Сосын жаңа ертең үлкейгенде көп жеп қойды, қарны кеуіп кетті, ісіп кетті іші деген болмайды. Ол өзінің нормасын жеп, қарны аш қалғанда нормасын жейді. Сосын барып, сондай қорықпай уже алдына жемді төгіп тастай беруге болады, достар. Мінекей. Осындай. Мына қойып қоямыз, не азғантай бердім, болды. Көп берген болмайды. Бұның әлі асқазаны рубец дейді ғой, қатты дамыған жоқ. Мінекей сиырлар. Қазір сиырлар далада. Мынау орындарын жақсылап тазалап, сиырларды қайтадан кейін кіргіземіз. Мына жақта өздеріңіз білетіндей, мына жерде бойдақтар осы жерде жатады. Мына жерде шөп қора. Шөпті даладан алыстан тасымаймыз. Осы жерден әкеліп бере береміз. Ертең мыналар таусылған кезінде мынаны ашып, мына жерді тағы бір толтырып аламыз. Ішіне мынандайдан 300 килограммдық шөп, 300 килограмм шөптен 30 штук кетеді. Күніне біреу жейді. Сол кезде бір айға жетеді. Айына бір мәрте мынаның ішін толтырып алсақ, бір айға жетеді. Бір айда осы жерден осын асықпай күнделікті нормасын осылай тасып беріп отырамыз. Бізде қора осы. Бүгінгі осы бұзау жөніндегі білгенім, білетінім, істеп жүргенім осы. Барлықтарыңызға амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Отбасыларыңызға құт береке болсын. Алла ынтымақ бірлік берсін. Осы каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, ағайындарыңызбен бөлісіңіздер. Қош сау, аман болыңыздар.